Мені біраздан бері бір ой мазалайды. Өзімді дамыту үшін мен біраздан бері кітап оқып жүрмін. Сонда даналықты айналаңнан, табиғаттан үйрен дейді. Мысалы, құмырсқа тынбай еңбек етеді, үнемі қозғалыста. Оған кедергі жасасаң, ол кедергіден шығатын басқа жолды міндетті түрде іздеп табады. Табандылықты үйренуге болады. Ал жер болса сондай кеңпейіл. Біз оған түкіреміз, дәрет сындырамыз, қоқыс тастаймыз, бүлдіреміз. Ал ол болса есесіне бізге қош иісті гүлдерді, азық болатын өсімдіктерді өсіріп береді. Таспен ұрғанда аспен ұр дегенге келеді. Осындай ойларды оқып айналама қарадым. Нысанама 73 жастағы көршім түсті. Ол зейнеткер. Зейнетақысы өте аз. Бір айға жетпеген соң 3 жерде еден жуып ақша табады. Айтуынша ол жерлерден де аз ақша табады. Ет сатып алмайды. Арасында тауықтың бір сирағын сатып алса, соған мәз болады. Бақылап жүріп түйгенім, қазір біз жаспыз, ақша жетпейді дейміз. Қазір қылжылдаған жас кезімізде жетпейтін ақша қартайғанда жете ме? Содан қарттыққа да дайындық керек екен ғой деген ой келді. Біздердің бейсаналы түрде көп балалы болғымыз келетіннің себебі осал. Әрине, балалардың көкірегіне мейірім ұялата алсақ, қамал болары сөзсіз. Ойым ой салса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Сіз қарттыққа қандай дайындық жасап жатсыз? Комментарийге жаза кетіңіз.